Армысыздар, құрметті тыңдарман қауым. Қазақстан Жастар одағы сыйлығының иегері, көрнекті ақын ағамыз Жұмекен Нәжімеденовтің 85 жылдығына арналған өмірбаяндық шығармашылық жолы туралы ақпараттық бейнеролигімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Өмірбаяны мен қызмет жолы. Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов 1935 жылы 28 қарашада Атырау облысы Құрманғазы ауданы Қошалақ құмының Ашақ деген жерінде дүниеге келген. Қазақстан Республикасы мемлекеттік әнұранының мәтінінің авторы, көрнекті ақын, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының иегері Жұмекен атасы Нәжімеден Стамғазиевтің бауырында өсіп тәрбие алған. Сөз бен тарих және туған халқының дәстүрлеріне деген ыстық сүйіспеншілік сезімді бала бойында қалыптастырған сол кісі. Кіші жүздің Байұлы тайпасы Алаша руынан шыққан. 1956-59 жылдары Қазақстан мемлекеттік консерваториясының халық аспаптар факультетінде оқыған. 1959-74 жылы жазушы баспасының редакторы, Лениншіл жас газетінде бөлім меңгеруші, Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші. 1978-80 жылы мектеп баспасында бөлім меңгеруші болып қызмет атқарған. Шығармашылығы. Жұмекен Нәжімеденовтің алғашқы егіс лирикалық жинағы 1961 жылы жарық көрді. 4 жылдан кейін «Жоқ, ұмытуға болмайды» атты поэмалар жинағы шықты. Жұмекен Нәжімеденовтің тірі кезінде барлығы 10 өлеңдер жинағы мен «Ақ шағылдар», «Кішкентай», «Атақ пен дақпырт» атты 3 романы басылды. Ақын өлімінен кейін жарық көрген 10 жинағына тірі кезінде жарияланбаған өлеңдері, поэмалары, повестары мен романдары, мақалалары мен аудармалары және 9 күй енді. Оның шығармалары көптеген тілдерге аударылып басылды. Ақын Хикмет пен Файзи шығармаларын аударған. Жұмекен Нәжімеденов Қазақстанның қазіргі әнұран мәтінінің авторы. «Менің Қазақстаным» әні оның шығармашылық жолының басында ақынның 21 жасында жазылған. 2006 жылдың 11 қаңтарында «Менің Қазақстаным» әні елдің мемлекеттік әнұраны сипатында алғаш рет астаналық Ақорда резиденциясының шаңырағы астында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан президенті лауазымына салтанатты түрде кірісу сәтінде орындалды. 50-ші жылдардың екінші жартысында, 60-ші жылдардың басында Жұмекен Нәжімеденовтің өлеңдері республикалық баспасөзде жиі жарияланып жүрді. 60-ші жылдардың басынан бастап өлеңдері мен шығармалары 3 романы, аударма кітаптары жазушы жалын баспаларынан жарық көрді. Балауса, Сыбызғы сыры, Өз көзіңмен, Жоқ, ұмытуға болмайды, Жарық пен жылу, Күй кітабы, Мен туған күн, Мезгіл әуендері, Ұлым саған айтам, Қызғалдақ жайлы баллада, Ақ шағыл, Жаңғырық. Ақын жырлары бірнеше шет тілдеріне аударылған. 1967 жылы «Жоқ, ұмытуға болмайды» атты поэмасы үшін Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты атанды. 1983 жылы 22 қарашада өмірден өтті. Осымен Қазақстан Жастар одағы сыйлығының иегері, көрнекті ақын ағамыз Жұмекен Нәжімеденовтың 85 жылдығына арналған өмірбаяндық шығармашылық жолы туралы ақпараттық бейнеролигімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.